Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осылай созылып шығатын, қамыры өте жұмсақ, нәзік, дәмді, керемет болып шығатын дәл осы пиццаның рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде видеоны қарап, рецепті сақтап алыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Оның үстіне дрожжымызды саламыз. Содан соң шекерімізді саламыз. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Салып болғаннан соң барлығын лопаткамен не болмаса қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді күнбағыс майын қосып тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз біркелкі түске енгенше араластырамыз. Содан соң үстіне ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп саламыз. Ұнды бірден салып жіберуге болмайды. Егер ұнды бірден салатын болсаңыздар, қамырымыз дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Сол үшін барынша бірнеше бөлікке бөліп салуға тырысыңыздар. Алдымен осылай лопаткамен не болмаса қасықпен қамырымызды жақсылап араластырып, біріктіріп аламыз. Содан соң қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Көріп тұрсаңыздар, мен ұнды бірден салмай 3-4 бөлікке бөліп салдым. Сонда біздің қамырымыз жұмсақ әрі жақсы көтеріліп шығады. Қамырымыз дайын болып қалды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ және қолға жабыспайтын әдемі тесто дайын болды. Енді бетін жауып, жылы жерге, міндетті түрде жылы жерде тұру қажет, 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан соң қамырымызды алып, арнайы формамызға саламыз. Біздің қамырымыз өте нәзік, жұмсақ болғандықтан, қолымызбен форма шығару өте ыңғайлы. Оқтаумен жаюдың қажеті жоқ. Формасын шығарып болғаннан соң осылай кетчупын жағып шығамыз. Жағып болғаннан соң теркіден өткізілген ірімшігімізді саламыз. Менде моцарелла қолданамын әрдайым пиццаға. Барлығын салып болғаннан соң үстіне колбасамызды салып шығатын боламыз. Салмасының барлығын салып болғаннан соң алдын ала қызып тұрған печкіде 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Достар, көріп тұрғаныңыздай біздің пицца дайын болды. Өте нәзік, өте жұмсақ, дәмі де өте керемет болып шықты. Достар, егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет.